Төрт нәрсе қайтарылмайды. Тас лақтырса, сөз егер айтылған болса, өткен уақыт өткізіп алған жағдайда. Еркектер, есте сақтаңдар, әйелден ол сізсіз жақсы екенін әлі түсінбеген кезде дереу кешірім сұрау керек. Жақсы адамды тану оңай, оның жүрегінде мұң, жүзінде күлкі бар. Кейде өмірде күтуге тура келеді, кейбір оқиғалардың уақыты әлі келген жоқ. Бірнеше жыл үйленгеннен кейін ер адам әйелге қарап, оны көрмеуі мүмкін, ал әйел еркекті тіпті оған қарамай-ақ көре алады. Адамдарға ешқашан менде бәрі жақсы деп айтпа, оларды ренжітпе. Жауларыңа сенде бәрі жаман екенін және сен үшін қаншалықты қиын екен айтпа. Олардың көңілінен шықпа және жалпы аз сөйле, басқалар тыныш ұйықтасын. Егер сіз адамдармен жақсы қарым-қатынаста болғыңыз келсе, онда олардың өтірік айтуына кедергі жасамаңыз. Әрқашан жақсы жүретін адамдар жоқ, тек кейбір адамдар ең қиын кезеңді де үнсіз өткізеді. Не берсең, соны аласың, не ексең, соны орасың. Өтірік сіздің өтірігіңізді бұзады. Әрбір істің қайтары бар. Тек кешіріп, кешірім аласыз. Қанша жаста болсаңыз да, бұл өмірді сүюге, армандауға және ләззат алуға ең қолайлы жас. Ешқашан адамдарға үйренуді әдетке айналдырмаңыз, өйткені олар кетіп қалуы мүмкін, сонда сіздің жүрегіңізде жара қалады. Депрессия әлсіздік белгісі емес, бұл сіздің тым ұзақ уақыт бойы күшті болуға тырысқаныңыздың белгісі. Сіз бәріне қарсы жалғыз болсаңыз да, бұл сіздікі дұрыс емес дегенді білдірмейді. Егер сені сүймесе, махаббат үшін жалынба. Егер олар сізге сенбесе, ақталмаңыз. Егер сізді бағаламаса, дәлелдемеңіз. Депрессияны бастан кешіріп, өзіңізді бұзудың қажеті жоқ. Сіз тек не істелсе де бәрі жақсылық үшін деген оймен алға ұмтылуыңыз керек. Шынайы ауырсыну үнсіз және басқаларға көрінбейді. Ал көз жасы мен ашу-ыза бұл жай ғана арзан сезім театры. Кім жақсы ойламайды, оған өмір сүру жиіркенішті. Күннен күнге шырылдаған үйге бақыт келмейді. Сені ренжіткен адам үшін ешқашан жылама. Жай ғана күліп айтыңыз, басқамен бақытты болу мүмкіндігін сыйлағаның үшін рахмет. Көптеген адамдар апта бойы жұманы, ай бойы мерекені, жыл бойы жазды және өмір бойы бақыт күтеді. Бірақ әр күннен ләззат алып, әр сәттен ләззат алу керек.